Ассаламуалейкум. Баршаңызға сәлем. Денсаулық және ғажап кітаптар арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Нобель сыйлығының лауреаты доктор профессор Элизабет Блакбурнның жазған «Теломер эффектісі» деген кітап туралы айтатын боламын. Кейбір адамдар жасынан үлкен көрінеді, ал кейбіреулер жасынан жас көрінеді. 50-дегі кейбір адамдар 30-дағы адамдар сияқты жігерлі және сергек көрінеді, ал 50-дегі кейбір адамдар өмірге деген құштарлығын жоғалтып алған жағдай болады. Мұның бәріне не себеп десек, мұның себебі біздің жасушаларымыздағы хромосомалардың үштерінде орналасқан теломерлер деп аталатын құрылымдарға байланысты. Бұл құрылымды түсіну арқылы физикалық сау және психикалық жастықты мәңгілікке сақтауға болады. Ондай болса, кітаптың негізгі мағынасына көңіл аударайық. Теломер дегеніміз не десек, қысқаша айтып түсіндірсек, өмір сүру ұзақтығы деген сөз. Адамның жасушалары адам алғаш туғаннан өлгенге дейін бөлініп тұрады. Және осылай бөлініп тұрғанның нәтижесінде адамды тірі сақтайды. Қазіргі зерттеулерге қарасақ, адам ағзасында 37 триллиондай жасуша болады. Және бір жасуша өмір бойы 60 рет бөлінетін қабілетке ие екен. Бастапқы кезде жасуша өзін-өзі көшіру арқылы көбейеді. Шаштың өсуімен жараның жазылуы жасуша регенерациясымен тығыз байланысты. Бірақ жасушалар бөлінген сайын олардың қызметі нашарлайды және адамдар қартаяды. Жасушадағы хромосоманы микроскоппен қарағанда, оның ішінде теломер деген құрылым болады. Жасуша бөлінген сайын осы теломер қысқара береді. Теломер қысқарғанда адамда соған сәйкес қартая береді. Қартайған немесе тозған жасушалар қабыну сұйықтығын бөледі. Бұл одан әрі басқа созылмалы аурулардың дамуына бейім. Мысалы, қан тамырларының қабырғасына көп мөлшердегі тозған жасушалар жиналса, қан тамырларының қатып қалуы және инфаркт қаупі бар. Осыған қарағанда теломері қысқа адамдар қысқа өмір сүреді екен. Теломераза деген теломердің ішіндегі құрылым теломердің қысқаруын болдырмауға жауап береді. Осы теломеразаны біз өзіміз басқара аламыз. Ондай болса, өзіміздің ағзамыздағы теломерді қысқа болуынан сақтай аламыз. Және теломерімізді ұзын болдыра алады екенбіз. Яғни біз қартаюдан қорғанып жасаруға мүмкіндігіміз бар деген сөз. Жоғарыдағы айтқандай, адамның қартаюы жасушаның бөлінуіне тікелей байланысты. Жасушалар бөлінген сайын теломерлер қысқарады. Сондықтан теломерді ұзарту үшін теломеразаға қолдау көрсету керек. Сонымен теломерлерді ұзарту үшін не істей аламыз? Теломеразаны қолдау үшін өмірде осы әдеттерді жасаған жөн деп жазған осы кітапта. Ал енді бұл әдеттерге келсек, ең біріншісінде 7 сағаттан жоғары уақыт ұйықтау керек екен. Ұйықтаудың алдында көңіл күйді қалыпқа келтіру. Таңертең тұрғаннан кейін күнге қарап биология сағатын қалпына келтіру керек. Таңертең мүмкіндігінше позитивті ойлау. Аптасында жоқ дегенде 2 сағаттан жоғары спорттық жаттығу жасау. Соның ішінде кардио немесе интервалды жаттығулар ең жақсы нәтижелі. Өте көп жаттығу керісінше теломерге кері әсерлі. Ұйықтар алдында сол күнді басынан бастап еске түсіріп, алғыс айтып үйрену керек. Достармен отбасылық қарым-қатынастар өте маңызды. Қазіргі уақытта өмір сүру керек екен. Өткен мен келешек емес, қазіргі уақытта. Бірден көп нәрсеге емес, бір нәрсеге назар аудару керек. Қант тұтынбау керек, суды жиі ішу керек. Салмақтың қандай екені теломерге байланысты емес. Егер арық болса да, бел маңайдағы майы көп адамдардың теломері қысқа болады екен. Калория аз тамақ теломерге әсері жоқ, бірақ сапалы тағам жеу теломерді ұзартады.
Балык, көкөнүстөрдү тутунуп, омега 3'тү көп алып турган дурус. Көп суулуу жерде өмүр сүргөндө теломер кыска болот. Алкоголду асыра колдонууга болмойду. Темеки шегүүгө болмойду. Осулайча сиз сау өмүр сүрө аласыз. Жалпы эң маңызды дүнүе жакшы уюктап, уйкуну кандыруу. Жакшы уюктап, уйкуну кандыруу үчүн эң биринчиде уюктардан кем дегенде 3 саат бурун кечки тамакты ичкен болуу керек. Тамакты кортуу үчүн асказан күчтүү жумуш жасайды. Сондуктан ондай кезде дурус уйку болмойт. Экинчиде уюктардан 3 саат бурун жаттыгуулар жасап, сууга чомулуу керек. 38 градус ваннага 25-тен 30 мүнөт түшсө, жаттыгуу жасаган менен бирдей болот. Үчүнчүдө, уюктардан 30 мүнөт бурун экран жана күчтүү жарыктардан алыстау керек. Сотовый телефон, телевизор, компьютердин ультракүлгүн сәулелери мыйды ынталандыратын әсерге ээ. Және бөлмөнүн жарыгы да биологиялык саатты кери чегереді. Сондуктан кечке жатардын алдында аталган заттардан алыстаган дурус. Эndi бир теломерге кери әсер этетін жагдай семиздик болуп табылады. Лондондо туратын 18-ден 76 жаштагы 1122 айыл адамның теломерин зерттегенде, семиз адамдар менен калыпты салмактуу адамдарды салыштырганда семирген адамдардын теломерлердин өмүр сүрүү узактыгы 8 жылга кыска деген натыйжа көрсөткөн. Келески жагдай стресс. Адам күйзөлүскө учураган кезде дене аракет этеди және акырында теломерлерди кыскартады. Соңгусу тамактануу. Күндөлүктүү тагамдарга пайдалуу майларды тутунса, теломерлер узарады. Onun içinde омега 3'тің майы жақсы майларға жатады. Бұл майлар ағзада түзілмейді, сондықтан тағамдардан аламыз. Омега 3 балықтың етінде көп болады. Бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Арнаға тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Достарыңызға таратыңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.